Бір күні бір бала жүгіріп бара жатқан кезде құлап қалады. Сол кезде қасынан ұстазы өтіп бара жатып: балам, тұрсайшы деп айтады. Сөйтіп барып көмектеседі оған. Балам, абайласайшы, құламасайшы деп айтады ұстазы. Сол кезде бала: ұстазым, мен құласам тұрам ғой, сіз құламаңыз дейді. Өйткені сіз құласаңыз бәріміз құлаймыз дейді. Құрметті ұстаздар, сіздер құламаңыздар. Бүкіл оқушылар, ата-аналар, бүкіл әлем ұстаздарға қарап отыр. Ұстаздардың әрбір құлағаны, әрбір қатесі көп адамдарға әсер етеді. Құламаңыз деген не ол? Құламаңыз деген өздеріңізді дамытыңыздар. Құлап қалсақ тұрайық. Ешқашан жата бермейік. Біз ұстаздықты таңдаған жоқпыз. Ұстаздық бізді таңдады. Сол үшін шаршамай, шаршасақ жақсылап демалып, құлап қалсақ тұрып, өзіміз дамытып, ағылшын үйреніп, әртүрлі технология, искусственный интеллект деп жатыр. Тағы да басқа балаларға сабақты қызықты ету үшін сабақтарымызды мәнді, мағыналы қылайық, ізденейік, ойланайық. Бүкіл қолымызда қандай ресурс бар, бүкіл құралдарды не үшін қолданамыз? Балаларды шын өмірге дайындау үшін. Балалар мектептен кейін шыққасын өмірге дайын бола ма, жоқ па? Ең маңызды нәрсе сол. Бізден сұралатын сұрақ: анау балаң неге жаман болып кетті? Мынау неге УБД-дан төмен алды? Мынау неге олимпиададан жетістігі жоқ? Емес. Мынау балаң жақсы болу үшін, жаман жолға түспес үшін, жақсы нәтижелерге жету үшін сен не істедің деп сұралады да. Құрметті ұстаздар, осы сұраққа біз қалай жауап береміз? Біздегі ең маңызды нәрсе ол ниет. Шын жүректен осы балаларымды шын өмірге дайындайыншы. Қазір уақыттағы көптеген суицид, кредит, тағы да басқа зорлау, буллинг, өте көп проблемалар бар. Ол проблемалар не үшін бар? Оларды шешу үшін. Кім шешеді? Қазір болмаса, біз болмасақ, кім шешеді? Әрбір сабағымыз, әрбір тақырыбымыз арқылы біз балаларымызды жаман заттардан алыстатуымыз керек. Оларды жақсылыққа шақыруымыз керек. Балалар бос қалмау керек. Балалар бос қалды ма, жаман нәрсе сразу оны толтырып жібереді. Ең үлкен проблема балалардың бос жүруі. Балаларды жақсы заттармен толтырсақ, жаман затқа орында қалмайды. Құрметті ұстаздар, құламаңыздар.